Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Жаңа сабақты меңгеруде барлығыңызға сәттілік тілеймін. Оқулықты ашамыз. Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтауды үйренеміз. Алдыңғы білімде сан есім туралы өткен болатынбыз. Сан есім мағынасына қарай 6 топқа бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, топтау сан есім, бөлшектік сан есім, болжалдық сан есім. Міне бүгін біз сіздермен есептік және реттік сан есім туралы тоқталатын боламыз. Тақырыпқа арналған бейнетаспаға назар аударайық. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Қайталайық. Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, інші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады.
Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар. Бейне таспаны тамашалап болсақ, мынадай тапсырмаға назар аударайық. Диалогты оқы. Берілген диалогтан есептік және реттік сан есімдерді кестеге толтырыңыздар. Орындап болсақ, жарайсыздар балалар. Оқулықтағы 83-ші беттегі 35-ші жаттауға қараймыз. Суретте не бейнеленген? Дұрыс, ағып жатқан бұлақ. Енді осы мәтінді барлығымыз бірге оқиық. Таза бұлақ. Ыбырай Алтынсарин. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты да, тасқа «Ей жолаушы, болсаң, осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып, тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесің дегені деп білемін» дейді. Балалар, мәтінді оқып болса, мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстырыңыздар. Олай болса, балалар, барлығымыз дәптерімізді ашып, 37-ші жаттауға қарайық. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. Балалар, сіздер осылай орындадыңыздар ма? Керемет. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі сабақта не үйрендім? Қандай тапсырмаларды орындадым? Осы сұрақтарға жауап беріп болсақ, үйге тапсырма жазып аламыз. Есептік сан есімдерден реттік сан есім жаса. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше балалар.